31 мамыр ел тарихындағы ең азалы кезеңнің бірін еске алу күні. Кеңестік тоталитаризмнің зұлым саясатынан миллиондаған адам саяси қуғын-сүргінге ұшырап, тұтас халықтар қудалауға түсті. Тарихи деректерге сүйенсек, 1921-1954 жылдар аралығында СРОда контрреволюциялық немесе антисоветтік деген жаламен 3.777.000 адам сотталса, олардың 642.000 ату жазасына кесілген. Солақай саясаттың құрбанына айналғандар арасында ұлт зиялылар да бар. Халық жауларын анықтау саясаты салдарынан Қазақстанда 100.000 адам сотталған. Олардың 25.000 ең жоғарғы жазалау шарасы ату жазасына кесілді. Қуғын-сүргін құрбандарының жақындары да қатаң саясаттың зардабын тартты. Олар үшін Қазақстанда Алжир отанына опасыздық жасағандардың әйелдері қамалған Ақмола лагері, Карла халықтық ішкі істер комиссияттарының Қарағанды еңбекпен түзеу лагері, Степла саяси тұтқындарға арналған лагер, арнайы лагерлері құрылды. Жалпы еліміздің аумағында 11 еңбекпен түзеу лагері болды. Репрессия жылдары қазақ жеріне тұтас халықтар жер аударылды. 20 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанға миллиондаған адам күшпен көшіріліп әкелінді. Олардың қатарында корейлер, финдер, немістер, поляктар, қарашайлар, мескеттік түріктер, кавказдықтар және басқа да көптеген ұлыстар бар. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша жұмыс басталды. Тәуелсіз республикада қабылданған алғашқы заңдардың бірі 1993 жылы 14 сәуірдегі жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң болды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қасірет мекені Карлаг пен Алжирде тоталитарлық жүйенің шексіз қатыгездігін үнемі еске салып тұратын тарихи мемориалды кешендер ашылды. 2020 жылы саяси қуғын-сүргін құрбан ақтау үшін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен мемлекеттік комиссия құрылды. Мемлекеттік комиссияның басты міндеті кеңестік кезіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарының барлық санатына қатысты тарихи әділеттілікті толық қалпына келтіру. Қазір Астана қаласына таяу жерде орналасқан Ақмол поселкесінде қуғын-сүргін құрбандарына арналған аллеяда осы лагердің аты жазылған тақтайшадағы отанын сатқандар деген сөз тырнақшаға. Тұтқындар лагерді бір сөзбен Алжир деп атады. Бұл лагерге сталиндік қуғын-сүргінге ұшырағандардың әйелдері мен туған туыстары қамалды. Осынау 8.000 әйелдің бар айтары халық жауы атанған күйеулері мен туыстарынан бас тартпағандығы еді. ГУЛАГ лагері Совет одағының түкпір-түкпірінде қаптап кетті. Алжирде жер бетіндегі сондай тозақтардың бірі болатын. Кейін лагер өз алдына ауыл шаруашылық өндірісі, шеберханасы мен тігін фабрикасы бар сан салалы шаруашылыққа айналды. 1953 жылы жабылғаннан соң тұтқындар кенті Малиновка деп аталды. Кейіннен Ақмол деген атауға ие болды. Бұл жерді тұтқындардың өзі адам тұратын қалыпқа келтірді. Барак, асхана, мал фермалары, астық қоймалары мен шеберханалардың барлығын тұтқын әйелдер өздері салды. Олардың басым көпшілігі интеллигенция өкілдерінің қара жұмысқа үйренбеген әйелдері болатын. Тұтқын әйелдерді қамыс жинап, арық қазып, бақша отырғызуға мәжбүрледі. Кенттің кейін Малиновка аталуына да таңқурайдың көптігі себеп. Кезінде тұтқын әйелдер жан беріп, жан алып жүріп өсірген бұл бау-бақшаның қазір жұқанасы да қалмады. Осы лагердің бұрынғы тұтқыны Мінтай Даукенова қытымыр қыз күшейіп жейтін ештеңе қалмаған соң алма көшетінің қабығын кеміре бастаған айтады. Амалы таусылған әйелдер көшетті құтқару үшін қолдарындағы азын-аулақ нандарын қоянмен бөлісуге мәжбүр болыпты. Өйткені лагер басшылығы бір түп көшет болса шеттерінен атамыз деп қоқан-лоққы жасаған еді. Сондықтан тұтқын әйелдер әрбір көшеттің түбіне бір тілім нан тастапты. Нанды жеген қоян көшетке тиіспеді. Алма бақ көктемге аман-есен ілінді. Біз сөз еткелі отырған Қарағанды еңбекпен түзеу лагері ГУЛАГ архипелагы құрамындағы ең ірі азап аралы атанды. Карлагтың құрамына әкімшілік шаруашылық, бақылау жоспарлау, есепке алу, мәдени тәрбие бөлімшелері мен қаржы, сауда, кадрлар, көлік және саяси тұрғыдан бақылаушылар, жедел чекистік бөлімдерді.
КСР лагерінің бас басқармасына қарасты қапастар мен түрмелерде жалпы саны 4 миллионға жуық сотталғандар отырса, олардың 1,5 миллионнан астамы Карлактан өткен. Жалпы ГУЛАГтың құрамында 61 лагер болса, Карлаг соның ең ірілерінің бірі болды. Лагердегі балалар. Карлагта ересектермен бірге халық жауларының балалары да мерзімдерін өтеді. Жаңа туған балаларды аналарынан тартып алып, балалар комбинаттарына тапсырды. Оның да вахтасы, қақпасы бар. Барактар мен тікенек сымдары кәдімгі түрмеден еш айырмашылығы жоқ болады. Карлагта осындай 7 мекеме орналасты. Долинкада 4 жасқа дейінгі балаларға арналған Мамочкин дом, қазақшалағанда Анашымның үйі атты арнаулы мекеме жұмыс істеген. Долинканың бір жеті сол сәбилердің құрамына ұласады. Көп ұзамай жермен жексен болып тегістеліп кеткен қорымның ауқымын анықтау мүмкін емес. Ол да бар анықтамалық құжаттарға қарағанда 1943 жылы ғана 450 бала бір мезгілде өкпе қабынуынан қырылып қалған. Мәселен 1941-44 жылдары 924 бала, ал 1950-52 жылдар 1130 сәби опат болған. Қуғын сүргін арқылы 100 мыңға жуық қазақстандық өтті. 20 мыңы атылды. Жазасы жазалғандардың қатарында Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Тынышбаев, Міржақып Дулатұлы, Тұрар Рысқұлов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Асфендияров сияқты мемлекет және қоғам қайраткерлері, ұлт зиялылары болды. 31 мамыр саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні.